Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге 3 қана ингредиенттен жасалатын өте тез, оңай дәмді салатын жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге тұздалған қияр қажет болады. Қиярды бейнеде көрсетілгендей ұзынша етіп ұсақтап тураймыз. Достар, осы YouTube каналымда тағы басқа көптеген салаттардың рецептілері бар. Салаты деген плейлистқа кіріп көрсеңіздер болады, немесе төмен жақта оң жағында сілтемесін қалдырам. Бейнен төмен жағында да сілтемесін қалдырамын. Сонымен қатар көптеген рецепттер бар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Аптасына бірнеше рет жаңа рецептпен бөлісетін болам. Сондықтан баршаңызға кеңес беремін тіркелуге. Қиярды толығымен тураймыз. Туралған қиярды ыдысқа саламыз. Содан бізге піскен жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны жана қияр турағандай тураймыз, яғни ұзынша етіп турайсыздар, сақтап. Бұл салатқа қажетті заттардың барлығын осы бейненің төмен жағына жазып қоямын, сол жерден көрсеңіздер болады. Мен 3 жұмыртқа қостым. Жұмыртқаны толығымен турап, содан кейін жаңағы қиярға ыдысқа салатын боламыз. Соңғы ингредиент ол піскен қызылша. Үкіштен өткіземіз. Мен үкіштің кішкентай жағынан өткізіп жатырмын, яғни турап жатырмын қызылшаны. Бірақ үлкендеу етіп те турауға болады негізі. Барлық қоспалар дайын, және майонез саламыз. Майонез салғаннан кейін дәміне қарай аздап тұз қоссаңыздар болады. Мен тұз қостым. Егер қияр қатты тұзды болса, онда тұздың қажеттілігі болмайды. Жақсылап араластырамыз. Салат дайын. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Егер дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар.